Төмендегі көрсетілген сөздерге таңбалар тізбесі сәйкес келеді дейді. Онда самал сөзін анықтайтын тізбекті көрсетіңіз. Самал сөзі мына жердің біреуінде бар дейді. Осы бесеуінің біреуі. Бізде мына 5 сөзді, мына домалақтың ішіндегі 5 сөзге сәйкес қылып қойған. Былай қарасақ, S әрпінен келетін 2 сөз бар екен, А әрпінен келетін 2 сөз бар екен, амал, анар деген. Ал М әрпінен келетін тек қана бір сөз. Яғни мына жерде символикаларға қарасақ, S 2 плюс 2, ал лип белгісімен басталған тек қана біреу. Онда мала деген сөз мына жерге келеді екен, мала деген осы. Яғни М әріпі лип белгісіне сәйкес келеді. Бізге керегі самал еді. Самалда үшінші әріпі М. Яғни үшінші әріпі не болу керек? Лип белгісі. Үшінші әріпі лип белгісі болатын тек қана Е варианты. Доллар плюс лип белгісі. Болды. Қалған әріптерді табудың қажеті жоқ. Осылай табамыз. Түсінікті ма? Менің Instagram, YouTube арнама тіркеп қойыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, мен жалғастыра берем. Сіздер тек қана тіркеліп қоңыраушаны басып, лайк басып отырыңыздар.